Ал құрметті көрермендер, бүгін біз өздеріңізбен ашығын айтқанда подкастын түсіріп жатырмыз. Бүгін біздің қонағымыз Нұр Мүбарак университетінің оқытушысы, ұстазымыз Ризабек Батталұлы, сондай осы университетке қарасты діни экстремизмге қарсы іс-қимыл академиясының директоры Тимур Нүсіпханұлы. Жалпы енді студиямызға қош келдіңіздер. Негізгі әңгімеміз осы өзіңіздің салаңызға қатысты соның айналасында болмақ. Ризабек ұстазыма білесіз, соңғы кездерде әлеуметтік желілерде де мынау қазақсың ба, мұсылмансың ба деген мәселе бой көтеріп жатқанын білеміз. Жалпы бұлай сұрақ қойдың өзі дұрыс па? Бұндай сұрақ қойылса, бұған қалай жауап беру керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймыз және пайғамбарымызға салауат пен сәлем беріп болсын. Біз негізінде анау исі қазақ мұсылманның баласымыз ғой. Қашаннан бері мұсылмансың дегенде әлімсақтан бері мұсылман деп жауап берген. Сондықтан негізінде бұл қазақсың ба мұсылмансың ба деген бұл дұрыс сұрақ емес. Тарихи тұрғыдан біздің жаңағы қазақ болып аталуымыз тұрғыдан алған кезде негізінде біз исі қазақ ол әу баста мұсылман болған. Яғни ондағы айтып тұрғандағы мақсатымыз мынау, біз қашан қазақ болып жеке біз аталдық. Сол кезден бері біз мұсылманбыз. Негізінде жаңағы Орта Азиядағы мынау оның ішінде қазақ осы біз мекендеп отырған даладағы мысалы бір кездері Дешті Қыпшақты деп аталды, оның алдында жаңағыда оның Моғолстан деп аталды. Осы жерді мекендеген түрік халықтарының исламға дейінгі ұстанымы қандай болды деп сұрақ қойсақ, бұл этнографиялық тұрғыдан, тарихи тұрғыдан әділеттілік секілді. Сондықтан қазақ болып аталғалы ол мұсылман. Сондықтан қазақсың ба, мұсылмансың ба деген бұл халықтың арасына іріткі салушылық деп ойлаймын. Бәрекелді. Қазақылықты енді мұсылмандықтан бөлек бір түсінікте қазақ қалыптасты деген секілді күмәнға апарады ғой енді бұндай сұрақ қоюдың өзі. Енді Ризабек ұстаз бірден Нұр Мүбарак университетінің ұстазы болумен қатар күллі 20 миллион қазір қазақстандық болса, соның ішіндегі мұсылмандардың ұстазы деп айтуымыз керек. Өйткені тәуелсіздік жылдардан кейін алғаш білім алып, елімізге келіп, осы саладағы өршіп тұрған дерадикализация, жат ағымдар, түрлі соқыр сенімдер жағадан алып тұрған кезде табанын жерге тигізбей, ұстазды әрбір өңірде осы салада қажымас қайратымен еңбек етіп келе жатыр. Бұл салада көп ұстаздарды білеміз, бірақ бұл сала ауыр, өйткені тікелей дерадикализация саласында қызмет етуі де жауапты қызмет. Бірақ әлі күнге дейін ұстаз бұл қызметінен демалыс алмай, үнемі әрбір өңірде соңғы демалыста жібересіздер. Жақсы қызмет етіп жатыр. Әрі ақпараттық түсіндіру саласында, оңалту саласында, маңызды әдебиеттерді жазу саласында да іргелі еңбектері бар. Табыс тілейміз ұстаз қызметіңізге. Алла разы болсын. Енді осы салада білесіз, дерадикализация саласында ылғи оңалту кезінде ақиқалық мәселелерде көп тартыстар болады ғой бізде. Матуриди ақидасы дейтін болатын болса, тіпті адасқан ағым деп күстаналайтын топтар жоқ емес, бар. Сонда өз қазақ матуриди болған деп біз ақталып жатамыз. Жалпы осы уақытқа дейін бертін келе ақидалық мәселе, осы оңалту саласы пайда болғалы бері бұл яғни Қазақстанда матуриди деген есімді білмеуші еді қазақ. Жалпы әдебиеттердің де бұл есімді кезікпеді. Кейін бертін келе бұл есіммен таныс болып отыр жалпы халық. Енді қазақтың осы матуриди болғандығына қатысты қандай да бір тарихи деректермен дәлелдер келтіре аламыз ба? Енді бұл жеке матуриди ұстанымы, матуриди сенімі, біз негізі жалпы сенімде матуриди ұстанамыз деген секілді қазіргі мынау біздің соңғы жылдардан елімізге келген радикалды дейміз бе, адасушы топтар болды ғой. Мысалы қазір көпшілікке мәлім мысалы сәләфиттік ағым. Осы кісілердің Ахлу Сүнна уал Жамағаның негізгі сенімдерін теріс деген уақытта бұл Ашқари сенім мектебі, Матуриди сенім мектебі деп ашып көрсетуге тура келді. Ал енді жаңағы сіздің сұрағыңыздағы мысалы енді бұрын бұл қандай да бір әдебиеттерде кездеспегенмен, бірақ бұл діни
біздің діни құндылығымыз, діни әдебиеттерімізде ол тайға таңба басқандай ол көрсетіліп тұр. Мысалы, енді ол жерде жалпы ханафи деген кезде ол міндетті түрде оның ішінде матруди тұрады. Біздің ұстанымымыз деп айтылады. Мысалы, ахлу суннаның ұстанымы деген кезде міндетті түрде оның ішінде астарында ол матруди меңзеліп тұрады. Енді ол біз бұған дейінгі мысалы енді біздің осы Орта Азиядан шыққан жаңағы мысалы Қауамуддин Итқанидің еңбектерін алып қарайтын болсақ, мына Итқаннан шыққан жаңағы Хусамуддин ас-Сығанақидің еңбектерін алып қарайтын болсақ, ол жерде бұл матруди сенім мектебінің өкілі екендігіміз, біз соны ұстанып келгендігіміз, оның ол жердегі жаңағыдай тіпті Ашғари сенім мектебі, матруди сенім мектебінің арасында кейбір пікір таластардың бәрі ол көрсетіліп тұр. Ал енді бұл бізге таңсық болған себебі біз отарлаушы саясаттың ықпалынан біз бұдан көз жазып қалған секілдіміз да. Болмаса жаңағыда бұл жаңағы қақ біздің ұстанымымыз, біздің сеніміміз бойынша деген теорияның тұжырымның астында ол матруди, ханафи деген ұғым тұр. Болмаса жаңағыдай мысалы ахлу сунна қақ жол ұстанушы мұсылмандардың қақ жолдың жаңағы топшылауынша деген кезде ол астарында міндетті түрде ол матруди тұрады, ол Орта Азия мектебі жаңағы халықтар үшін. Ал енді жаңағыдай біз қолданбау мәселесі, мысалы тіпті біз Абайдың біздің сеніміміз матруди дегенмен деп жаңа матруди сөзін қоспағанмен, бірақ бұл Абайдың жаңағы 38-ші қара сөзі, ол мысалы негізінде айтады ғой, бұл өз алдына жеке ат-тасдиқ деген кітап болған дейді. Кейін соны сақтап қалу мақсатында қара сөздің қатарына кіргізіп жаңағы алып қалған деген тұжырымдар бар да. Енді сіз ол жердегі тұжырымды, теорияны былай алып қарайтын болсаңыз, жаңағы қаз қалпындағы матруди сенім мектебін жаңағы матрудидің ұстаны деп көрсетіп ашып айтпаса да соны бізге қойып берген. Өз негізі Абайдың да мысалы тырнап көзін ашқандағы көрген медресесі ол сол жаңағы матруди сенім мектебі оқытылған. Мысалы сіз қазір біздің матруди сенім мектебінде мысалы қарап отырсаңыз, мысалы сіз имам Абу Ханифаның фиқхул акбарын оқисыз, имам Тахауидің ақидасын оқисыз, одан кейін жаңағы осы ханафи сенім мектебінен насафилерді оқисыз, а соның барлығы матруди. Былай қарап тұрсаңыз, сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағы мүмкін матруди деген сөз қазір мынау жат ағымдар тарапынан қолдан адасушы, қателесуші дегеннен кейін барып, біз оны негізгі ұстанымымыз осы матруди сенім жолы, яғни методикалық мектеп қой, ол бір имам матруди өз алдына бір жаңа ақида алып келген жоқ. Ол жаңағыдай сол алдыңғы фундаменталды жаңа исламдағы қалыптасқан жүйені оқыту жүйесін пікір таластардың ішіне енгізіп, былайша айтқан кезде негізін қалаушы адам болып табылады ақида ғылымының. Сондықтан соның бір шетінде жаңа матруди ақидасы деп бұл сан ғасыр жаңағы қолданылып келген. Енді ол қазақтың жаңа ауызекі әдебиетінде ашық айтылмағанмен, бірақ діни медреселерінде ол кісінің ұстанымы, ол кісінің сенімі деп ол міндетті түрде оқытылды. Ол қазір де біздің медреселерімізде, ол мысалы сен матруди деп ашып оқытпасаң да, олардың жаңағы насафи ақидасын алып қарасаң, сол матруди тұжырымы. Бәрекелді, мынау кезінде Бұхарада оқыған, талай жылдан бері сол жерде сабақ берген қырғыздың ғалымы Молла Сабыр деген былтырлары алдыңғы жылдары қайтыс болды ғой. Мүфти, сол Қырғызстан мүфтиятының құрметті азаматы болды. Сол кісімен бір кездесіп қалдық та, сөйлескенімізде айтады. Баяғыда біздерде мынау ханафи, мынау шафии деген секілді, немесе матруди, мынау ашғари деген секілді мүлдем болмаған еді. Бұрын бізде жаңағы фиқтық ілімді оқытсақ та, бұл шариғат деп оқытатын болдық. Ақида ілімдерін оқытсақ та, бұл шариғат деп оқытатын болдық. Басқасын халықтың білудің қажеті жоқ дейді. Қазір келіп жан-жақтан келіп оқып, шафиғиде былай, ханафиде былай деп былайша айтқан кезде, сөйтіп мәзһабтардың атын атай бастаған кезде халықта өзіне оңай бір жол іздеп, соның ішінде мәселен әйелдер мәселен шафиғи бойынша өз жалғыз қажылыққа бара береді деген секілді мәселелер туа бастады. Негізі жалпы халыққа айтудың бұл қажеті жоқ дейді да. Мәселен тек шариғатта осылай деп, немесе ахлу сүннетте осылай деп қана оқыту керек деп баяғы жол солай еді дейді да. Мәселен бұған қатысты не айтасыз? Ол кісінің бұл жеке ойымен мен келіспеймін. Ол бұрын оқытылмады дегенге, ол жоқ, жалпы ғавам халыққа дейді. Ғавам халыққа енді ол кезде
бұл масқапты терістеу ұғымы халықтың арасында болмағаннан кейін жалпы шариғатымызда деп оқытылып кете бергенде оның астарында жаңағы ханафи деп көрсетпегенмен ханафи кітаптар оқытылды. Матурди деп атылмағанмен матурди ақылды. Енді біз заманымызда келіп Абу Ханифаның кейбір ұстанымдар өзіміздің шариғат деп отырған жаңағы Абу Ханифа мазхабы матурди сенім мектебін терістеген уақытта біз оны ашып көрсетуге тура келді. Бұл бір. Екіншіден енді ол жаңағы сіз өзіңіз сөзіңізді айтып кеттіңіз, мысалы Бұхарада деген секілді. Мен осы Бұхарада оқып, енді түрін түстеп атын айтпаймын, бірақ сол жаңағы кезіндегі Мир Арабты бітіріп, мынау үш негізді қазақшаға аударған адамдардың да еңбегін көрдім да. Сонда сол арада бұларға бұл негізгі сенім ашып оқытылмаған секілді да. Мысалы кейде айтып жатыр ғой, мынау бұл сәләфизм, бұл жат ағымдардың басы сол 92-де келді. Жоқ, бұл оған дейін де сол 50-ші жылдарда сол жаңағы Мир Араб медресесінде сәләфиттік ақидалар оқытылған. Түсінесіз бе? Бұл ертеректе уже кіргізілген. Өйткені оны бір мынау кімнің, мен өзімен жеке ойым, мысалы Абайдың жаңағы Мәшһүр Жүсіпке қойған сұрағы, Құдайың қайда деп. Сонда ол жаңағы Бұхарада оқып келген Мәшһүр Жүсіптің Абай ақидасын тексеріп жатыр да. Сонда ол аймақтағы жаңағы сенім мәселесіндегі кейбір ойлардың қозғалғаннан Абай хабардар болып, сол идеологияда ана кісі кетіп қалмады ма екен деп, ол әй Мәшһүр сенің Құдайың қайда деген сұрақ. Ол негізі шариғатымызда, ол дінімізде Құдай қайда деген сұрақ қойылмайды. Бірақ Абайдың қоюында бір астар болды ма деймін да. Көрме, ол бір жағынан кімнің ілімін тексергенмен, екінші жағынан ай сол анау жаңағы қазір күніміздегі кең жайылып отырған идеологияның сол аймаққа әсері келіп қалды деген хабар жетті ме екен, сондықтан кім сонда барып келді деген кезде ана сұрақты қоюның астары сол ма деп, енді ол өзім жеке ойым. Өйткені ол әйтпесе ол Абайдың жаңағы ол халық қылған ләмәкан деп, ол Құдайға мекен бермеу керегін, ол мекен бермегенін Құдай қайда деп сұрау керек емес екенін оны жақсы білген Абайды. Сондықтан ол мен ойлаймын, жаңағы мен біреуге қара күйе жағудан аулақпын, бірақ сол жаңағы кезіндегі Мир Арабта оқып тұрып, жаңағыдай осы жаңағыдай сәләфиттердің негізгі ақидалық еңбегін қазақ тіліне аударып 90-шы жылдары қазақ халқына тәржімалап берген адамдар туралы мен өзім таңғалғам. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жаңағыдай мен ойлаймын, біздің қазіргі таңда осындай ағымшы мазхабымызды, ұстанымызды жаңағыдай қатеге шығарып жатқан кезде біз нақты көрсетіп оқып беруіміз керек. Одан біз жаңағыдай бір араб болып кетпейміз, одан біз жаңағы бір фарс болып кетпейміз да. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жаңағы адамдар айтып мүмкін, ол Абу Ханифа кім деген. Ол жаңа кәдімгі бұл исламдағы шариғатта негізін қалаушы, фиқ мектебінің негізін қалаушы бірден бір үлкен ғалым. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде біз қазіргі таңда нақты ашып көрсету. Енді ғавам халық үшін біз фақихтардың арасындағы ихтилаф мәселені қозғағанымыз ол дұрыс болмайды. Сондықтан мен ойлаймын, мынау оқып келген жігіттер болсын, жалпы осы өзіміздің медреседе оқып жатқан жігіттер бірақ жауап беру керек. Мазхабымызда, ұстанымымызда осылай деп. Яғни ондағы мақсат ханафи мазхабы. Негізі сіздің сұрағыңызды Шафиғимен алсақ былай болады, Ханафимен алсақ былай болады деп шынымен де халықтың басын қатырып жатқан жағдай бар. Сондықтан біз ойлаймыз, жаңағыдай бұл жерде сол бірізділік, бір мазхабтық, бұл біздің келешегіміз үшін қайырлы ғой. Бір мазхабтық деген кезде де Абу Ханифаның Ханафи мазхабының ішіндегі соңғы ғалымдардың қоғамға сай берген фәтуасы негізінде жауап беру керек қой. Енді ол Ханафи мазхабының өзінде де диабанттық бағыт деп алғашқы кездегі тарихи, сол кездегі жағдайларға байланысты берілген кейбір пәтуаларды бұл да Ханафи мазхабынан деген секілді ғой. Иә, ол енді бұл да бір жақты болып қалуды біз ол мазхабымыз негізі оған тәрбиелемейді. Ол әл-фәтуа ятағайыр битағайру заман уәл макан уәл ашқас деген фәтуа жаңа үш жағдайда ол өзгереді. Сондықтан ол осыдан 100 жылға алдыңғы фәтуа қазір жарамауы мүмкін, 200 жылға алдыңғы фәтуа қазір жарамауы мүмкін. Сондықтан біздің өзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, қара шаңырақ деп жатамыз, сол жерде арнайы өзі фәтуа бөлімі бар. Біз ойлаймыз, негізі сол жалпы фәтуа сол жерден бірізділікпен шығу керек секілді. Ол фәтуа деген нәрсе, ол шариғатта халал нәрсе харам, халал, харам нәрсе ол харам. Фәтуа деген ол халалды харамдап, болмаса харамды халалдап беру деген сөз емес.
яғни жаңағы шариғатымыздағы кейбір тармақты мәселелерді жағдайға қарап реттеп беру. Сондықтан ол бір ханафи мазхабы болғанмен, ол бұрынғы кейбір фатуалар ол қазір жарамауы мүмкін. Өйткені заман басқа, уақыт басқа, адамдар басқа, қазір жағдай басқа. Сондықтан ол мен ойлаймын, жаңағыдай бұл да енді біздің ханафи мектебі бәрін қалыптастырып кеткен ғой. Сондықтан ол қай кезде болмасын қоғаммен, уақытпен біте қайнасып дамып келе жатыр. Және ол солай дамып кете береді. Просто енді бұл жерде кейбір адамдардың түсінігі болмаса бір адамның жеке ойында қалып қалу деген нәрсе осындай кейбір түсініспеушілік алып келіп жатыр. Мынау кейінгі кезде жаңағы сәләфилік, уахабилік ағымда жүрген өкілдер, кейбір уағызшылар өздерінің намаз оқу үлгілерін бәрін ханафидің былайша айтқанда шапанын кигізіп бергісі келіп жатыр. Кейбіреулермен сөйлессең, тіпті бұрын енді ханбалиміз деуші еді, қазір ханафиміз деп те айтатын болды, яғни тартынбайтын болды. Себебі былайша заңдастырып берді өздерінің жаңағы қолды әрбір неде тәкбір тартуын, мәселен кәдімгі ханафи ғалым былай деген деп кітап ашып мәселен. Оған қатысты не айтасың мәселен? Қазіргі уақытта бұл енді бұлардікі ақидадан сенім мәселесі енді дініміздегі негізгі өткір нәрсе ғой. Сол сенім мәселеде әхлі сүнна уал жамағат сеніміне қайтпайынша бұлар мың жерден өзін ханафи көрсеткенмен ол ешқашан бізге сіне алмайды. Біз осыны ашық түсінуіміз керек. Енді тартысты қойық, енді ол әмин іштен айтып жатыр ғой, енді қазір қайта-қайта қолын көтермей біз секілді бір рет қағып оқып жатыр ғой, осымен қоя салайық дейтін болсақ, онда біз ұтыламыз. Сондықтан біз қашан олар біздің сенімімізді біздікі деп жатқанда сол әхлі сүнна уал жамағат ғой, жаңағы негізгі ортақ ашқари матурди сеніміндегі мысалы ғалымдарымыздың басым бөлігі ұстанып келген, былайша айтқанда үмметтің бәрі ұстанып келген. Осыны қабылдамайынша ол мен ойлаймын олар бізге ешқашан сіңе алмайды. Сондықтан олардың жаңағы кейбір жаңағыдай саяси тұрғыдан өзін ханафи қылып көрсеткенмен бұған біз не алданып қалмауымыз керек деп ойлаймын. Біз мұсылман бауыр, мұсылман, біз оны жаңағыдай сыртқа теппейміз. Қашанда мешітімізге келеміз десе, университетімізде есігіміз ашық, бірақ біз өзіміздің сенімімізді ашық айқындап көрсетіп беруіміз керек. Сондықтан ол біз қазір олардың біз сенімін біз дұрыстамасақ, олардың сенімінде неміз бар, главный ол ең бастысы бізбен ол намаз оқып жатыр ғой тыныш дейтін болсақ, онда біз де үлкен қателесеміз. Сондықтан қазіргі таңда біз осы ұстанымымызды ашық айқын көрсетіп, қабылдаса қош, қабылдамаса бір шара қолдану керек деп ойлаймын. Бұл өйткені ертең өзіміздің ұрпағымызға біз ылаң болады да жаңағыдай. Ертең бір шаңырақта отырып, оның да шет жағасын Тимурлар жақсы біледі, өздеріңіз де білесіздер. Бір шаңырақта отырып екі бөлініп отырған жағдайларды көрдік, естідік. Сондықтан жаңағыдай біз осы Орта Азия, оның ішінде қазақ елі сол бір сенімде не істеу керек, тұрақтау керек. Жалпы енді мынау сәләфилікке қатысты әйтеуір бір жерде жарылыс жасамаса, біреуді кәпірге шығармаса, былайша байсалды болса, бұның ешқандай қоғамға бір қаупі жоқ қой деген секілді доктриналарды да қоғам арасына ұсынып жатқан, соны кәдімгі кең насихаттап жатқандар да бар. Бұл енді мен ойлаймын, бұл қалай болған жағдайда бір саяси құрал ретінде бұларды пайдаланғысы келетін бір ойынның бір ұшы тұжырымы деп ойлаймын. Өйткені ол оны жаңағыдай байсалды емес деп бөлу, ол жаңағыдай біреу байсалды болғанмен екінші байсалды жаңа бір радикалды бір жақты ойы болғанмен екеуін ұстанып тұрған сенім бар. Сондықтан анау кез келген уақытта жаңағы радикалды ойынан қайтып, байсалдылыққа өтіп, тыныш жүру мүмкін белгілі бір уақытқа дейін. Болмаса жаңа байсалды деп отырғанымыз белгілі бір сырттағы өздерінің ұстаздарының фәтуасымен дереу аяқ астында радикал болып шығу ол таңғалатын нәрсе емес. Сондықтан біз бұлардың жаңағыдай бір шапан киіп тақия жамылғанына біз алданып қалмауымыз керек деп ойлаймын. Жеке ол өзімнің пікіріммен. Бәрекелді. Ұстаз, енді ашығын айтқан подкастымыз ғой. Бүгінге дейін осындай байсалдысы бар, радикалы бар, деструктиві бар, талай енді барлығы қазақтың баласы ғой. Соның сенімінде жүрген, соның түсінігінде жүрген,
көбімен сөйлестіңіз. Осы кезде жүрегіңізге батқан, жаныңызға қаяу салған сәттер не айтар едіңіз? Мысалы, бүгінге дейін сөйлесумен тоқтайтын болса, тоқтар еді ғой енді бұл мәселе. Екі мемлекеттік бағдарлама негізінде жұмыс жасалды. Үшіншісіне қадам басып жатыр қазіргі кезде. Бұл жерде енді әттеген ай деген тұстар көп қой. Ол ең үлкен жаңағы жүрегіңе батқан нәрсесі, жаңағы идеологияны таратушы негізгі көшбасшыларының бостандықта еркін өмір сүріп, тайрандап жүріп, соның шатпағына, жетегіне түсіп, қыршын жасы қиылып, абақтыда отырған жастарды көрген осы ең үлкен жүрегіме. Жаңағы университетті оқып, дипломын алып, ата-анасына үйленіп, отбасын құрып, жаңағы баласын жаңағы мектепке беріп, өзі бір жаңағы халыққа пайда болмаса, өзі бір жаңағыдай қызметін істеп жүретін шағында жаңағы абақтыда отыруға. Жаңағыдай. Мен бұны олардың өздеріне де кездескен уақытта, түзету мекемелеріне кірген кезде талай қойдым. Мысалы, сені осы идеология алып келген адамдар қазір сыртта бос жүрді, жаңағыдай қыдырып, шетелін аралап, жыл сайын ай сайын умрасына барып, жаңа кеней түгел, көйлек көк, соның ұстанымын ұстанған сен неге мына жерде осы сенің бір нәрсені саған көрсетпей ме, осы саған бір нәрсені ашып бермей ме деген секілді кездерде болды. Енді ол жаңағыдай бармағын тістеп өкінгендері де болды. Ол жаңағы өтірік емес, жаңағыдай жалған сезіммен тіресіп отырғандар да болды. Ол енді оған пайда бермейтін, жаңағы боқпасындағы құр сезімге беріліп отырғандар да болды. Дейіп мен осы жолдамын деген секілді жаңағы бір ақиқатты ізденіп, мән-жайды ашып түсіндіргісі келмейді. Жаңағы. Ал енді оның ішінде жаңағыдай өзінің қателескенін біліп, нақты дәлелдер әкелген кезде шынымен де ақиқат осы екен ғой дегендер де болды. Бірақ енді сол жаныма батқаны негізгі осы идеологияны таратушы, көп адамның сол бағытқа кетуіне себепші болған адамдардың бостандықта жүріп, өмірдің қызығын, дүниенің қызығын көріп жүріп, соны тыңдаған адамдардың жапа шеккені сол жаныма батты. Ұстаз, енді мына тыңдау деген мәселені көп айттыңыз ғой. Енді түзету мекемелерінде де мынау жусанмен елге қайтарылған азаматшалар да барлығына қойған сұрағымызда соны тыңдаған едік. Соның тыңдау нәтижесінде адам отанынан, отбасынан, оттың ортасына дейін баратындай түсінікке барады. Сонда мен ойлаймын, біз бүгінге дейін бұл жастарға, сол тыңдаушы деструктивта жүрген мектеп ретінде, балабақша ретінде, ата-ана ретінде, мешітте айтылып жатқан жұма уағыздары бар. Ақпарат айданында телевизор болсын, әлеуметтік желі болсын, көп қой қазір дұрыс түсініктер. Сонда біздің айтып жатқан нәрсеміздің барлығы оларға әсер етпейді де, мына жақтағы бір бейтаныс жүзін де көрмеген, сұрағын да қоя алмаған жүзіне, бірақ мына жансыз ғаламтор желісінен тыңдаудың нәтижесінде соған сондай сеніп, иланып, ақыры сол жолда ақиқат деп, жаңа оттың ортасына өлетіндей дәрежеде отбасын сүйреп әкететін түсінік. Сонда олар әсерлі айтады ма? Біз әлсіз бізбе деген бір өзімде осындай бір түсінік келеді. Өйткені бүгінге дейін неге дейсіз ғой? Иә, неге? Қанша мешіт бар, қанша медресеміз бар, ақпараттық түсіндіру, насихат. Қардай университетіміз бар. Аналарда университет жоқ, ұстаз, Қазақстанда. Заңдық тұрғыда университет құрғызбайды. Көшеде жүріп ашық уағыз айта алмайды. Миссионерлік деп заңға қайшы. Бірақ мынаның ішінен бізде анықтаған жағдайда прокуратураға ұсыныс беріп, УДР бар, орталығы бар, бірден бұғаттайды. Соның арасында ашық ақпарат тұрса да, ананың ішінен тыйым салынғанын тауып алып тыңдап, сол түсінігінен райынан қайтпайтын түсінік. Енді өзіңіз де ұстаз, сарапшы ретінде осыған не айтар едіңіз? Енді мен ойлаймын, бірінші нәрсе бұл саяси күш. Бұл жерде жаңағы өзіміздің дәстүрлі бағыттағы уағызшылар нашар, аналардың уағызшыларының бір әсерлі деген нәрседен көрі, бұның астарында үлкен саяси күш бар. Қолдау, иә? Саяси қолдау дейміз бе, арнайы бір мамандар бар,
Одан кейін жаңағы өздеріңіз білесіздер, ең алғаш кезде осы Қазақстанда имамдарымыз әлі бір жаңағы тұшымды бір діни ақпарат бере алатын бір кітапқа жарымай жатқан уақытта бұлардың жаңағы насихаты арнайы бір мынадай диск кассетада сырты қапталған жаңағыдай лек-легімен әкелтіп таратылу, солардың жалғыз бір уағызшылардың тарапынан емес, оның артында үлкен күш тұрғаны, оның артында үлкен қаражат тұрғандығы, ол мен ойлаймын, оның да ықпалы өте зор болды. Ол жаңағыдай жұмыс тауып беру, болмаса жаңағы бір саудаға ұйымдастырып беру, енді ол артында былайша айтқан кезде біз дін саясаттан бөлектеп, өзі садақамен түскен садақамен күн көріп отырған имамдар ол кітап шығара ма, ол сапалы уағыз басып диск тарата ма, жаңағыдай болмаса мешіттің светі мен жарығын, болмаса дәретханасын ремонттай атылмай имам ол барып жаңағы сіз жағдайыңыз жоқ екен, сізге бір базардан 4-5 точка ашып берейін, сол жерде ақырындап өзің аяғыңнан тұрып кет дейтіндей, ол ондай күші жоқ оның. Сондықтан ол қалай оның сөз өтеді. Енді мысалы қазір екеуіңізге базардан бір екі нүкте ашып беріп, жаңағыдай аяқтарынан тұрып кетіне қайтармыз деп екеуің қолдарыңызға бір қомақты қаражат берсем, ойлаймын сіздер де мені қолдап, мені тыңдап кетесіздер деп жаңағыдай. Одан кейін енді сіздерге мен ұнамағанда кім ұнаймын? Сондықтан мен ойлаймын, бұлардың уағызының бір сондай бір болмаса бір нақ Құранға негізделген, болмаса хадиске негізделгендіктен, олар хадис айтқандықтан, олар Құран аятын ғана айтқандықтан ғана бұларға еріп кетіп жатыр деп, ол дұрыс емес. Сондықтан бұлар арнайы былай қолдан жасалған, тарату, халықтың арасы енгізуі барлығы жолға қойылған, жүйемен жүзеге асырылған нәрсе ол. Оған бір таңғалудың да қажеті жоқ. Я енді бірдекілі жаңағыдай олардың уағызын тыңдап, әсерленіп, жаңағыдай мынау сахих хадис, олардікі дағиф хадис деген секілді бірдекілі адам бар шығар. Жаңағыдай шынымен де жаңағыдай мынаны тыңдап көрдім, мынаны тыңдап көрдім, енді мына кісінікі кішкене бір хадиске жобалы болды, сондықтан соны қабылдадым деп дағанды адамдар бар шығар. Сондықтан ол мынау Атырауда бір түзету мекемесінде жаңағы тыңдаушының кесірінен сол темір тордың ар жағына түскен бір жап-жас қыршындай бауырымызбен сұхбаттасу барысында айтады, 3 жыл болыпты жазасын өтеп отыр, әлі райынан қайтпаған. Не болды десем, мен әкеммен араласпаймын, ол мұсылман емес, о дүниеге ақыретке сенбейді дейді. Қандай дәлелің бар десем, кім барып келген о жаққа деп айтады дейді. Әкесімен қатты келіспей қала береді екен. Бұл түсініктегі жастардың өзі ата-аналары, отбасы құндылығы деген жоқ қой. Сонда ұстаз сұрақ, о дүниеге кім барып келген дегенде ол жігіттің әкесі емес, жалпы қоғам арасында көп айтылып жүреді ғой бұндай сөз. Осындай сөзді айтумен айтушы кәпір болып кете ма? Енді бұл, егер ол мен оған сенбеймін деген мақсат етсе, бұл күпірлік болып табылады. Ол ақыретіңді қоя салып, барып келген ешкім жоқ деген мақсатта. Енді ол ақыретке сенеміз ғой, жаңағыда енді оны көріп келген біреу бар дейсің ба деген, енді сеніп тұр, бірақ енді анау басқа бір мағынада айтқан болса, оны бірден күпірлікке шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені негізінде өзі бәлкім ол сенім мәселесі, сондықтан оған олай айтпау керектігін білмеген адам үшін біз үзір іздейміз. Ол өйткені ол білмейді. Одан негізі аға көке болмаса олай айтуға болмайды негізінде деп айтып түсіндіріп қоюға. Құранда айтқан ғой деп жіберіп қалады ғой қазір кейбір жерде. Болады. Ал енді жаңа негізінде сондықтан жаңағы өзің айтып жатсың ғой, жаңағыдай бұл шынымен де жаңағыдай жастарымыздың жаңағы әріден жаңағыдай сол бағытқа кетіп қалуына кейде бір шаңырақтағы діни сананың төмендігі әсер еткен. Осы жерде жаңа қазақта өзі жақсы сөз ғой, оны жиі айтамын мен. Отан отбасынан басталады, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Сондықтан сол шаңырақта жаңағы балам намаз оқыпсың, мен сені жаңағыдай сен енді адасып кетпе, мен сені имамға апарып таныстырайын, ай имам шырағым, мына балам намаз оқып жатыр, енді ол жақсы нәрсе ғой, темекі тартып ішіп тапқаны казиноға салып жатқаннан жақсы ғой, бірақ енді осы балам адасып кетпесін, дұрыс жолға сап негізгі дініміздің құндылығын түсіндіріп бер десе, ол бала басқа топқа кетпейтін еді. Ол бала мен әкесінің арасында
араздасуда болмайтын еді. А жоқ, енді әке өзі намаз оқымағаннан кейін енді баласы намаз оқып жататын болса, ой сен қайдан шығардың жаңағыдай, сен жаңағы әкең намаз оқымайды жаңа деген секілді. А енді сол міне біз өзіміз жаңағы радикалды ойдағы адамдарға өзіміздің баламызды ұстап беріп жатырмыз да. Ана көшеде жолыққанда айтады, білесің, сенің әкең дінге қарсы, шынымен де сол көрдің ба дейді да. Міне деген. Көрдіңіз ба анау сол міне осы. Сондықтан мен ойлаймын, осы жаңағыдай біз саясат деп жатырмыз, арнайы бір құрал инструмент деп жатырмыз, бірақ оның ішінде сол діни сауатының таяздығы себепті кеткен ата-анасының да кінәлары бар. Ата-анасының кінәсі бар. Ол керісінше өз баласы дінге бет бұрып жатса, ол жаңағы көңіл қойып, ай балам не істейін деп жатсың деген секілді. Ай сен дінді білмейсің ғой, мен де білмеймін, мына әкең жүр деп жаңағыдай арнайы мамандарға алып келіп берсе, ол балалар кетпейтін еді. Кейде біз өзімізде оларды сол жарға итеріп жібердік. Балам, ондай сандырағыңды қой, бір жаңағы намаз оқыса бір қоғамнан қақ қояды, бәріне үлгермей қалады деп түсіністік болды. Сол бір кедергі секілді. Сол бір кедергі деп қойды. Ойбай, бала мен өспейтін болды, үйтпейтін болды, бүйтпейтін болды деген секілді. Кейде ата-ананың радикалдық бір қарым-қатынастар, былайша айтқанда ұстанымдары балаға деген керісінше нағыз діни радикалдардың осына өз қолымен итеріп. Бізде мысалы осы 14-тен бері, 12-ден бері мен осы басында Мысырда жүрдім, одан кейін 14-те келдім, содан бері енді осы біз жаңағы оңалту саласына қатысып жатырмыз ғой, енді бір белсенді өкілі болмасақ та, мысалы көп жерде мысалы біз айтамыз, діни радикализм деп жатамыз. А негізінде ақиқатына үңілсек, мынау зайырлы радикализм, светский радикализм дейді ғой, бұл да қоғамда болды. Сен намаз оққан адамды, орамал таққан адамды жек көру арқылы не істеді? Ол адамдарды біз жаңа белгілі бір ойға, ана белгілі бір ағымның өкілдеріне біз өзіміз итеріп айдап барып бердік. Кәдімгідей біз кездесудің барысында Ханафи мазхабында намаз бастап, орамалын тағып жүрген жаңа университеттегіні мұғалімі бар, деканы бар, проректоры бар, жаңа мұғалімдер тисе беріп, ақырында радикалға айналдырып, Сирияға шығарып кетуге мәжбүр болған жағдайлар болған. Сондықтан негізі мен ойлаймын, мынау жаңағыдай біз намазхан адам мен бейнамазхан адамдардың общий мұсылман болғаннан кейін бұл жаңағы алакөздік болмау керек. Сондықтан мен ойлаймын, ол қазір жаңа бас салып сақал қойса жамандап кетуде бұл халқымыз діни санасының төмендігі. Ол біздің имамдарымызда бар, ол біздің ақын, бишешен көсемдеріміздің бәрінде сақал бар. Көрме, сондықтан ол бір адамға киіміне қарап, болмаса сақалына қарап, ол өкім беру, ол әлі сол үрдіс бар. Мен таңғаламын. Енді жаңағы көзді ашық, кімнің кім екенін ажырататын уақыт болды ғой, мысалы. Сондықтан діни фәтуа, діни шешім ол оқыған өзіміз ғұламалар кеңесінің жиынында бекіледі. Сол жерден бір ауыздан келісім арқылы шығады. Оны діни басқарма фәтуа бөлімі, оның діни басқарманың арнайы сайттарында мәлімденіп, талданып барып шығатын нәрсесін осы күнге дейін түсінетін уақыт болды. Ол жаңағыдай басына орамал таққан, болмаса басына тақия кейін егіне сақал қойған біреу мәлімдеме жасаса, міне діндарлар ұлттық құндылыққа қарсы шығып жатыр, салтымызға қарсы шығып жатыр, мәдениетімізге қарсы шығып жатыр деп анау халықтың арасына іріткі салатын жаңағы алаяқтарға дем беріп кетіп жатыр да, солардың сөзін қостап. Мысалы айтады, ана нәрсе, мысалы шариғаттың бір нәрсе, мысалы шариғатымызда дін бұл ұлттық құндылығын жойып жатыр. А сол мәлімдеме діни басқармадан шықты ма, ғұламалар кеңесінің келісіміне шықты ма, ол қабылданбайды. Мысалы қазір мен де жаңағыдай басыма тақия киіп, 2-3 күн бір апта сақалымда мен егіме сақал намазхан құсаймын да, ана нәрсе қара, мына нәрсе болмайды деп, мысалы келемде жылқы етін жеуге болмайды деп, мысалы фәтуа айтып, міне намазхандар, бұлар араб құлдар, ол арабтар ет жемейді, мынау фәтуа. Бірақ сол фәтуа арнайы шешім, мына орталықтан шығатын, ол үлкен бір академик, жаңағы болмаса бір профессор болу шарт емес. Ай осы мәлімдеме беріп жатқан адам бұл имам болып жұмыс істей ме, жаңағыдай ғұламалар кеңесінің мүшесі ме, одан кейін бұл адамға фәтуа беретіндей арнайы бір діни басқарма рұқсат берді ме, жоқ, оған қарамайды. Көрдің бе? Сондықтан ол мен ойлаймын, бүгін әлі де болса жаңағыдай ана Міржақып атамыз айтқандай, жаңа көзіңді ашып оян қазақ көтер басты деген сияқты, сол әлі ұйқыдамыз. Әлі сол қаз қалпымыздамыз баяғы. Сол абайды шаршатқан, кешегі сол алаштықтардың түбіне жеткен, сол қазақ әлі сол қазақ. Енді 30 жыл болды ғой, кімнің кім екенін, дін не,
діни басқарма дегеніміз не, Түсініп ойлануға имамдарымыз кім, сен анау ақпарат құралдары, мен бүгін мынау жаңағыдай жылқының еті жемеу ол харам деген бір уағызшы ма, мынау бір діндар ма, осындай бір мәлімдеме, мынау не деген сұмдық, осыны анықтап бересіңдер ме деп арнайы біздің жаңа дін істер басқармамыз бар, арнайы жаңағы экстрем терроризммен жұмыс істеген орталықтарымыз бар, әр облыста діни басқарманың өкілдігі бар. Әй, мына адам танисыңдар ма сендер, мынау сендерде жұмыс істей ме? Егер осы діни басқармамыз өзіміздің жаңағы дәстүрлі бағытымызды ұстанып отырған Ахлу Суннаның жаңағы қол шоқпары болып отырған осы басқарма мынадай фәтуа, мынау не сұмдық деп келу керек қой. Мән жайын біліп зерттеп, содан кейін барып мен мына жайды анықтадым, құрметті халқым, мына хабарға сенбеңіздер, мына мәлімдеп тұрған адам ол ешқандай бір жаңағы имам болмаса діни басқармада тіркелген арнайы бір орталықтағы ұстаз емес екен деп айтып, оған бір бар ғой, бір қолыңа диплом керек жоқ. Жоқ, ана бірдеңе салса, бас салып жамандаймыз, жаңағы отырса опақ, тұрса сопақ қылатын заман болды ғой. Бәрекелді ұстаз. Рахмет. Онда міне бізге белгіленген уақыты да тәмам болған секілді. Көптен көп рахмет. Осындай Нұр Мүбарак университетінің студиясына келіп сұхбат бергеніңізге, алтын уақытыңызды қиып, ал ендеше біз де осымен өзіміздің подкастымызды тамамдаймыз. Ашығын айтқанда подкасты бұйыртса басқа да осындай келелі әңгіме айтатын ұстаздарымыз келеді. Сондықтан да күтіңіздер.